Барлықтарыңызға сәлем. 3D Max бағдарламасын үйренуді ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз сплайндар арқылы объектілер жасау. Яғни бүгін стакан және құмыра жасайтын боламыз. Сабақты жүргізетін мен, Бекмұратқызы Жұлдыз. Бағдарламаны аштық. Енді бүгінгі біздің тапсырмамызды осы фонд терезесінде жұмыс жасап көрсететін боламыз. Біз енді бұл жерде Grid батырмасына басамыз. Өздеріңіз білесіздер, Grid батырмасына кіріп жұмыс жасап үйрендік. Осы уақытқа дейін бізге бірақ керегі бұл жерде Shapes батырмасына басып, соның ішінде line дегеніміз яғни сызық. Сол батырманы басып аламыз. Енді line батырмасына кірген кезде бұл жерде екі өлшемді объектілермен жұмыс жасауға арналған объектілер көрсетілген. Ал енді мына жерде сызықтардың типтері көрсетілген. Біз smooth типін таңдап аламыз. Осы сызық арқылы біз сурет салатын боламыз. Және суретті салып болғаннан кейін Escape батырмасын басатын боламыз. Мына жерде біз стаканның жартысын салып тұрмыз. Көріп тұрғандарыңыздай стаканның жарты беті салынды. Енді бұл стаканға біз модификатормен қолданып жұмыс жасайтын боламыз. Яғни мына жерде Modify деген батырманы басқан кезде модификаторлардың бізге түрлерін шығарып береді. Бұл модификаторлардың түрлерінің ішінде біз именно Left деген батырманы таңдайтын боламыз. Мінекей біздің объектіміз өзгерді, және де бұл жерде Max типін таңдаған кезде біздің стаканымыздың түсі толығымен боялды. Енді бұл стаканымызды көру үшін мына оңды солға төбесінен астынан бақылап қарасаңыздар болады. Енді мына жерде 360 градус дегеніміз бар. Сол 360-ты азайтатын болсақ, бұл мысалға бокалдың шетін шығарып беріп жатыр. Бұл егер толықтай болған жағдайда барлығын толықтырып беретін болады, 360 болған жағдайда. Мысалға, бұл стаканның астыңғы жағына өзгерту енгізетін болсақ, қазір мына параметрден өзгерістерді байқайсыздар. Астыңғы жағы өзгеше болып көрініп тұр. Енді бұл объектіміздің қандай да бір нүктесін өзгертетін болсақ, соған сәйкес біздің дайындалған затымыздың фигурасы өзгеретін болады. Енді келесі кезекте біз вазаны жасап көрейік. Келіңіздер. Тура жаңағыдай Grid батырмасына басамыз. Соның ішінде Line батырмасына басып, тағы да өзімізге керекті суретті салып алатын боламыз. Осылай өзіміздің объектімізді салып болғаннан кейін Escape'ті басатын боламыз.
құмыра жасаған кездегі амалды қайтадан қайталайтын боламыз. Біздің салынған суретімізге модификатор қолданатын боламыз. Және бұл модификатордың ішінде максты басамыз. Және өздеріңіз көріп отырғандай, міне біздің вазамыз дайын болды. Дайын болған вазамызды рендеринг терезесі арқылы көрсететін болсам, мінекей біз осы құмырамызды дайындап болдық. Енді сіздер бұдан бөлек алма, алмұрт және де басқа да бір объектілерді осы бағдарлама ортасында жұмыс жасап көрсеңіздер болады. Енді біз бұл құмыраға қандай да бір объекті материалдар қолданып жатқан жоқпыз. Алдағы уақытта барлығын толыққанды үйреніп шығатын боламыз. Келесі сабақта кездескенше.